Сәлем достар! Бүгін брауни сэндвич десертін дайындаймыз. Дастарханда әдемі көрінетін және дәмі тіл үйіретін керемет десерт. Ең алдымен жұмсақ сары майға тұз бен қант қосып, миксермен араластырып аламыз. Сосын бір жұмыртқа қосып, тағы миксерлейміз. Енді електен өткізілген ұн, бадам ұнын, какао ұнтағын және ас содасын қосып, қолмен қамыр илейміз. Міне осындай күшті жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырды 30 граммнан бөліп, домалақтап аламыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешімізде 12-15 минут пісіреміз. Ол уақытта таңқурайдан салмасын жасаймыз. Мұздатылған таңқурайды асты қалың табаға салып, отқа қойып ертеміз. Толық ерігенде бөлек ыдыста қант пен пектин інашты өзара біріктіріп, араластырып, таңқурайға ақырындап қосып отырып, араластырамыз. Массаны 30 секундтай қайнатып, оттан алып кондитерлік қалташаға салып қоямыз. Толығымен суытамыз. Енді кремге сүзбелі ірімшік, қантты ұнтақ және сұйық клейгей қосып, миксермен қою болғанша араластырамыз. Міне пісіп, толық суыған брауни печеньесі осындай болады. Бірақ ыстық кезде өте жұмсақ болады. Енді печеньелердің бір жағына кремді сығып шығамыз. Содан кейін ортасына таңқурайдан салманы сығып шығамыз. Енді печеньелердің екінші жағымен жабамыз. Тоңазытқышта 1 сағаттай суытамыз. Енді ерітілген шоколадқа сұйық май қосып, жақсылап біріктіріп араластырамыз. Шоколад кішкене сұйықтау болуы керек. Ал брауни сэндвичті шоколадқа жартылай батырып, голубика жидегін қойып, вафель ұнтағын сеуіп, әсемдейміз. Барлығын жасап болған соң тоңазытқышқа шоколад толық қатқанша қойып қоямыз. Міне керемет дастарханның сәні болатын десертіміз дайын. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!